Мынандай жағдайлар болады, адамның өмірінде енді дәрігерлік практикадан бөлісетін болсақ, бір күні бізге бір бала түседі. Өзі бұзықтау екен, өкпесінде дақ бар екен. Флюорография өткен ғой жұмысында. Содан ол онкологтарға барады, онкология ұқсамайды, одан бізге келеді. Сонымен жаңағы не түзілім өкпесіндегі домалақ деп операция алдық. Операцияға алсақ, сөйтсек, оқ. Травмат дейтін пистолет бар ғой, соның резиновый оғы. Сол жаңағы қызығы оқ кірген кезінде жүректен шығатын үлкен аорта дейтін тамыр бар. Сол шетіне 2 мм жетпей, мына жағында өкпенің ортасында тұрып қалған екен. Сонда өзі Құдайдың құдіреті, бұл бала тірі қалған. Одан кейін оқты алып тастадық, бәрі тамаша. Енді бұл да бір ғажап дүние ғой. Баладан сұрасақ, 6 ай бұрын бір төбелес болған ба, сол кезде атқан екен травматпен. Бір шаншымағандай болды, бірақ одан кейін ұмытып кеттім дейді. Сонда бұл бала өзінің кеудесінде оқ бар екенін білмеген, сезбей жүре берген. Кейін сол оқты алып тастап өзіне сыйлағаннан кейін таңғалып, Құдайға мыңда бір рахмет, кейін бізге рахметін айтып, әйтеуір аман сау кетті. Айтайын дегенім, бұндай ғажаптар болады. Айтады ғой, 40 жыл қырғын болса да, ажалың келмесе өлмейсің дейді. Егерде өкпеңізде бір аурулар болатын болса, бірден қара аспанды түнертпеңіз, бәрі де жақсы болуға тиіс.